Техника ғасыры. Компьютерлер қалай пайда болды? Компьютер сөзінің анықтамасы алғаш рет 1897 жылы Оксфорд сөздігінде пайда болды. Бұл сөздікте компьютер механикалық есептеуіш құрылғы ретінде көрсетілген. 19 ғасырда Чарльз Бэббидж адапсыз есептеулер автоматын жасап шықты. Ол қазіргі компьютердің атасы. Ал бірінші электронды есептеуіш мәшине 1946 жылы жасалды. Оның салмағы бірнеше тонна болды. Ол бірнеше бөлмені алып тұратын. Мұндай мәшинелерді ел үкімет орындары мен үлкен зерттеу ұйымдары ғана пайдаланатын. Алғашқы компьютерлер есептеу үшін, мәлімет қоры үшін қолданылды. Дербес компьютерлер 1990 жылы пайда болды. Сол кезде Apple Corporation фирмасының Macintosh маркалы компьютер жасалды. Әлемге әйгілі Microsoft компьютер корпорациясының басшысы Билл Гейтс. Билл Гейтс компьютерлік бағдарламалар жазды. Стивен Джобс американдық өнертапқыш және бизнес магнат. Apple корпорациясы негізін қалаушы және директорлар кеңесінің төрағасы болған. Стив Джобс Америка құрама штаттарының тарихында табысты компаниялардың бірін құрып қана қоймай, ұзақ жылдар оның басшысы болғандар арасында ерекше тұлға. Apple интернет технологиялар жағынан әлемдегі ең ірі компаниялардың біріне айналды. Apple негізінен өзінің жаңа ноутбуктары және iPhone смартфондары мен iPad планшеттер арқылы қалың көпшілікке танымал. Компьютердің пайдасы мен зияны. 21 ғасыр электрондық аппараттардың жылдам дамыған кезеңі. Ғылым мен техниканың дамуы халық өміріне де өзгерістер әкеледі. Адамдардың үйде де, жұмыста да, оқу орнында да жиі қолданатындары компьютер. Ол күнделікті қажеттілікке айналды. Қазіргі кезде интернет, электрондық пошта ешкімге де таны емес. Интернет жүйесі арқылы жүздеген елдермен байланыса аласың. Компьютер жұмыстың сапалы да жылдам жүруіне үлкен ықпал етеді. Компьютер өнерге, мәдениетке, халыққа қызмет етеді. Оның адам үшін пайдасы көп. Үлкенімізді, кішімізде компьютер алдында көп уақытымызды өткіземіз, бірақ оның зиян жағы да бар. Әсіресе ол адам денсаулығына үлкен әсер етеді. Ғалымдар компьютерлер алдында ұзақ отыратын балалардың қанында холестерин көп болатынын анықтаған. Компьютер көздің көруін нашарлатады. Ол адам психологиясына әсер етеді. Әсіресе балалар мінезі өзгеруде. Олардың ашушаң, ренжігіш болу өсуіне осы компьютер кінәлі. Компьютерге құмар бала әдетте кітап оқымайды. Ол театрға қызықпайды. Ондай балада белсенділік төмен болады. Оны енжарлық, жалқаулық басып тұрады. Дегенмен компьютерден, ғаламтордан білім, таным, өнер үшін қажетті бағдарламаларды көруге болады.